Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз 5 сынып Қазақстан тарих пәні бойынша 2-тоқсанға арналған ежелгі көшпелілер өмірі бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындап талдайтын боламыз. Бізде бұнда Қазақстан территориясына темірді игерілуі мен көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы, ежелгі көшпелілердің дүниетанымы тақырыбында өткізетін боламыз. Алдарыңызда оқу мақсаты, бағалау критерийлері белгіленген. Бірінші тапсырмада темір өндірудің адам өміріне алып келген 3 өзгерісті жазатын боламыз. Екінші тапсырмада берілген тұжырымнан ақиқат не жалғандығын анықтаймыз. Жалпы 2 тапсырма, бағалау критерийлері, металл өндірудің шаруашылық ықпалын жазамыз. Көшпелілердің өркениеттің әлемдік өркениеттің үлесін анықтаймыз. Алдарында дескрипторда берілген. Жалпы бұл тапсырмаларға берілетін балл шәкіл саны 7. Құрметті оқушылар, онда өзіміз жұмысын бастайық. Бірінші тапсырмада темір өндірудің адамдар өміріне алып келген өзгерісін жазайық. Темір өндірудің адамдар өміріне алып келген өзгерістері: рулық қатынастар жетіліп, тайпалы одақтар құрылды. Бұл Қазақстан жерінде мемлекеттердің пайда болуының алғышарттары еді. Темір өндірудің адам өміріне алып келген өзгерістің бірінші өзгерісі: темір құралдары пайдалану нәтижесінде жер өңдеу тәсілдері жетілдіре түсті. Егістік алқаптар мен суару жүйесі кеңейтілді. Темірді өңдеу нәтижесінде қала құрылысы дамыды. Екінші өзгеріс: ат әбзелдерін жасаумен біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта көшпелі мал шаруашылығы қалыптасқан кезде зорастан үлкен үлес қосты. Әшекей жұмыстарын жасау дами бастады. Шеберлер темір металды игеру әртүрлі әдіс тәсілдер арқылы әшекейлерді бір пішімде емес, ою-өрнекпен безендіріп, әртүрлі пішімдер бере бастады. Үшінші ерекшелік: темір жасау шабуыл қару-жарақтарын дамытты. Бұл Қазақстан жерін мекендеген тайпаларға өз жерін сыртқы жаудан қорғауға мүмкіндік берді. Екінші тапсырмада берілген тұжырымдаманың ақиқат не жалған екенін анықтайтын боламыз. Бірінші тапсырмада жылқыны алғаш қолға үйреткен ботайлықтар, ақиқат. Ботай мәдениеті бұл біздің дәуірімізге дейінгі 3700-3000 жылдар аралығында солтүстік Қазақстанда өмір сүрген мәдениетке жататын. Ботайлықтар жылқыларды қолға үйреткен туралы ең алғашқы даусыз дәлелдері бар. Олар жылқы сүйегінен қару-жарақтар жасаған, етін тағам ретінде пайдалануға, сүтінен қымыз ашытқан. Ботайлықтардың жылқыларына жұмыс және мініс үшін пайдаланған. Екінші тапсырмада киіз үйдің алғашқы түпнұсқасын андроногтар қолданылған. Андроногтар кезінде киіз үйлерінде пайда болды ма? Алыс көшелерге икемдеген 4 дөңгелекті арбаларға орнатылған киіз үйлер де пайда болды. Олардың саздағы модельдерінің жұрнақтағы андроногтық мекендері қазғанда табылды. Ал арбадағы киіз үйлердің өзі басқа петроглифтер арасында жартастарда бейнеленген. Сонымен кейінгі андронов кезінде андронов тайпалары тарихының ерте кезінде тән болғаннан мүлдем басқа типтегі мал өсіру шаруашылығын қалыптастыру процесі толық аяқталды. Яғни бізде бұнда екіншісі ақиқат болады. Үшіншісі: көшпелілер өркениеті тек Қазақстанда қалыптасты. Көшпелілер өркениеті тек Қазақстанда қалыптасқан шығар, ақиқат емес. Қазақстанның кейбір жерінде ерте заманнан ақ жартылай көшпелікпен айналысқан халықтар да бар. Олар жайылымның ыңғайына қарай жылжып көсіп, қыста дайын қора жайы бар қыстауларда қыстайтын мал шаруашылығын айтады. Көптеген елдерде көшпенділік пен көшпелі өркениетке байланысты қалыптасты. Соның ішінде Жерорта теңізі жағалауындағы елдер, қиыр шығыс елдері, Еуропа елдері. Бізде яғни бұл жалған болады. Және төртінші: ат үстінде жүрген көшпелілер тақымына басқан сәйгүлігіне неғұрлым еркін мініп жүру үшін биік ер-тұрман мен үзеңгіні ойлап тапты. Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзіне ұлы даладан тараған тарихта белгілі. Еліміздің солтүстік өңіріндегі енолит дәуірінде тиесілі Ботай қонысында жүргізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілген дәлелдеді. Жылқыны қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды. Ал жаһандық ауқымда алсақ,
шаруашылық пен әскери саладағы теңдессіз революцияға жол ашты. Жылқының қолға үйретілуі атқа міну мәдениетінде негізін қалады. Бес қаруын асынған салт атты сарбаз айбарлы көшпенділер империялары тарих сахнасынан шыққан дәуірдің символына айналды. Ту ұстаған салт атты жауынгердің бейнесі батырлар заманының ең танымал эмблемасы. Сонымен қатар атты әскердің пайда болуына байланысты қалыптасқан көшпенділер әлемі мәдени қолданған айрықша элементі. Яғни құрметті оқушылар, бұнда біз ақиқат болады. Міне құрметті оқушылар, біз барлық тапсырманы орындап болдық. Енді алдарыңызға сіздерге беріліп тұрған аталарға рубрика. Сіздер білесіздер, бұл рубрика бұл күтілетін оқу нәтижелеріне және сіздердің жетістіктеріне сүйенетін бағалау өлшемшартын сипаттау тәсілі. Рубрикалар объективтілік сыртқы стандартын қамтамасыз етеді. Сіздердің әртүрлі жетістіктер осымен салыстырылады. Рубрикалар қамтамасыз ететін қалыптастырушы бағалаудың мәні зор. Рубрикалар негізінде сіздерді мықты және әлсіз жақтарын ашатын инсайтты мүмкін ететін сауалдар мен тапсырмалар компоненттері бөлініп шығады. Құрметті оқушылар, қандай да бір сұрақтар болса жазыңыздар, мен әр уақытта сіздерге жауап беруге дайынмын. Алдағы тұрған сынақтарға сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше аман есен сау болыңыздар.